Тимофейге жазылған 2-ші хат, 1-ші бап. Масих Исадағы уәде етілген өмір хақында жариялау үшін Құдайдың қалеуіменен Масих Исаның елшісі болған мен, Павелден, сүйіклі ұлым Тимофейге сәлем. Құдай әкеміз, һәм иеміз Масих Иса саған мейірім, рехім, һәм тынышлық берсін. Мен ата-бабаларым сияқлы пәк хүждан менен қызмет ететұғын Құдайға күні түні дуа еткенімде, сені үзліксіз еске алып, шүкірлік білдіремен. Сенің көз жасларың ядымда, және дидарласып, қуанышқа бөленуім үшін, сені көруді аңсап атырман. Сенің хақиқи сеніміңде ядымда. Бұрын мама кемпірің Лоидада, һәм анаң Евникада болған ұсы сенімнің, қазір сенде бар екеніне толық сенемен. Сондықтан қолларымды үстіңе қойып дуа етуім арқалы, Құдайдың саған берген сыйын бар ынта менен қоллана беру керектігін есіңе түсіріп атырман. Өйткені Құдай біздерге қорқақлық рухын емес, ал күш, сүйіспеншілік һәм салдамлылық рухын берді. Солай етіп, иеміз хақында гуалық беруден, һәм ол себеплі тұтқын болған меннен арланба. Керісінше, Құдайдың берген күшіменен қош хабар үшін менің бірге қиыншылық көр. Құдай біздерді істеген істеріміз себеплі емес, ал өз мақсеті һәм мейірімі менен құтқарып, мұқаддес болып жасауға шақырды. Бұл мейірімді ол біздерге дүние жаратылмастан бұрын Масих Иса арқалы берген еді. Ал енді болса, бұл мейірімді құтқарушымыз Масих Исаның дүнияға келуі менен ашық көрсетті. Масих Иса өлімнің күшін жоқ қылып, қош хабар арқалы жоғалмайтұғын мәңгілік өмірді аян қылды. Мен Құдай тарапынан осы қош хабар үшін хабаршы, елші һәм мұғалім болып тайынландым. Сондықтан бұл себеплі азап шегіп атырман. Бірақ та мен арланбайман. Себебі кімге сенгенімді білемен, һәм оның маған тапсырғанын өзі сол күнге дейін сақлай алатұғына да сенемен. Меннен өзің есткен дұрыс талиматты өрнек қылып, Масих Исаға деген сенім һәм сүйіспеншілік пенен жаса. Саған тапсырылған игіліклі талиматты ішімізде жасайтұғын мұқаддес рух жәрдемінде сақла. Азия өлкесіндегілердің һәммесінің, солар арасында Фигел һәм Ермогеннің мені таслап кеткенін білесен. Иеміз Анисифордың үй ішіне өз рехмін берсін. Өйткені ол көп мәрте маған жұбаныш берді, һәм тұтқынлығымнан арланбады. Керісінше, Римге келгенде мені тапқанша ерінбей ізледі. Сол күні иеміз оған өз рехмін берсін. Оның Ефесте маған қанша қызмет еткенін сен де жүдә жақсы білесің. Тимофейге жазылған 2-ші хат, 2-ші бап. Ұлым, ал сен Иса Масих арқалы берілетұғын мейірім менен күшке толып бар. Көплеген гуалар алдында менен өзің есткен сөздерді сенімлі адамларға жеткіз. Сонда олар да басқаларға үйрете алады. Масих Исаның жақсы әскері болып, менің бірге қиыншылыққа шыда. Қызметтегі әскер өзін әскерлікке шақырған әскер басының кеулінен шығу үшін тұрмыс іслері менен байланбайды. Жарысқа түскен адам да қағида бойынша жарыспаса, жеңіс тажын кимейді. Ауыр минет еткен дихан зүрәттен бірінші болып үлес алуы тиіс. Айтқанларым хақында жақсылап ойлап көр. Иеміздің өзі саған һәммесін түсіндіреді. Дауыттың ұрпағынан шыққан, һәм өлімнен қайта тірілген Иса Масихты ядыңда сақла. Мен жариялап атырған қош хабар ұсы. Мен осы қош хабар үшін азап шегіп, хәтте
жынаятшы сияқлы тұтқын болып байландым. Бірақ Құдайдың сөзі байлаулы емес. Сондықтан мен таңлап алынғанлардың да Масих Иса арқалы құтқарылуды мәңгілік салтанатпенен алуы үшін һәмме нәрсеге шыдап атырман. Бұл сөз сенімлі. Егер оның менен бірге өлген болсақ, оның менен бірге жасаймыз да. Егер сабырлылық қылсақ, оның менен бірге патшалық етеміз. Егер оннан ваз кешсек, ол да бізден ваз кешеді. Біз садық болып қалмасақ та, ол садық болып қалады. Себебі ол өзінен өзі ваз кеше алмайды. Осыларды сенушілерге еслетіп тұр. Сөздер туралы тартыспауды оларға Құдай алдында ескертіп қой. Тартыслар тыңлаушыларды айнытудан басқа еш нәрсеге жарамайды. Хақиқат сөзлерін дұрыс үйрететұғын, һәм өз ісі үшін ұятқа қалмайтұғын, Құдайға ұнамлы, жақсы қызметші болуға жан тәнің менен тырыс. Жарамас һәм бос сөздерден аулақ бол. Өйткені бұндай сөздер Құдайдан барған сайын ұзақластырады, һәм жұқпалы жара сияқлы тарқалады. Осындай сөздерді айтушылар арасында Гименей һәм Филит те бар. Олар хақиқат жолынан адасты, һәм өлімнен қайта тірілу әлі қашан болды деп, айырым адамлардың сенімін жоқ қылмақта. Бірақ Құдай салған күшлі негіз беккем тұрыпты. Сол негіз иеміз өзіне тиесілі болғанларды біледі, һәм иемізге тиесілі мен деген әр бір адам жаманлықтан аулақ жүрсін деген сөздерменен тасдиқланған. Үлкен бір үйде тек алтын һәм күміс ыдыслар емес, ал ағаш һәм ылай ыдыслар да бар. Олардың біреулері сыйлы, ал біреулері сыйсыз іс үшін қолданылады. Солай етіп, егер кім-де-кім өзін жаманлықлардан тазаласа, онда ол сыйлы, мұқаддес қылынған, қожайынына пайдалы һәм әр бір жақсы іске тайын ыдыс болады. Ал сен жаслықтың жаман әуеслерінен аулақ бол. Иемізге таза кеуіл менен сыйынатұғынлар менен бірлікте хақиқатлық, сенім, сүйіспеншілік һәм тынышлыққа ұмтылып жаса. Ақылсыз һәм мәнісіз тартыслардан қаш, себебі бұлардың жәнжел тудыратұғынын сен білесің. Иеміздің қызметшісі жәнжелпаз болмауы керек. Керісінше, ол һәмме менен мүлайым, тәлім беруге қабілетлі һәм сабырлы болуы тиіс. Және ол өзіне қарсы болғанларға әлпайымлылық пенен жол жорық беруі лазым. Сонда мүмкін Құдай сол адамлардың да тәубеге келіп, хақиқатлықты білуі үшін жол ашар. Солай етіп, олардың ақылы кіреді, һәм қалегенін іслету үшін өзлерін тұтқын қылған шайтанның тұзағынан құтылады. Тимофейге жазылған 2 хат, 3 бап. Мынаны біліп қой, дүнияның соңғы күнлерінде ауыр уақытлар келеді. Адамлар өзін жақсы көретұғын, дүния параз, мақтаншақ, менмен, Құдайға тіл тигізетұғын, ата-анасына бойсынбайтұғын, жақсылықты білмейтұғын, құдайсыз, мейірімсіз, кекшіл, жалақор, өзін тұтып білмейтұғын, жауыз, жақсылықтың дұшпаны, сатқын, қызба һәм шыррық болады. Олар Құдайдан көре, кәйіп сапаны көбірек жақсы көреді. Өзлерін Құдайдың жолы менен жүрген қылып көрсетеді. Бірақ оның жолының күшін тән алмайды. Бұндайлардан аулақ бол. Өйткені олардың кейбіреулері үйлерге жасырын кіріп, күналарға батқан, һәм әр түрлі жаман әуеслерге берілген сада хаялларды тұзаққа түсіреді. Бұл хаяллар хақиқатлықты барқұлла үйреніп, оны еш қашан түсініп жете алмайды. Янис һәм Ямбрис Мусаға қарсы шыққандай, бұл адамлар да хақиқатқа қарсы тұрады.
Бұндайлар ақыл ойлары бұзылған һәм хақиқи сенімге ие емес адамлар. Дегенменен, олар ұзаққа бармайды. Себебі Янис һәм Ямбрис сияқлы олардың ақылсызлығы һәммеге ашкара болады. Ал сен менің талиматымды, өмір тәрізімді, мақсетімді, сенімімді, сабырлылығымды, сүйіспеншілігімді һәм тұрақлылығымды өрнек тұттың. Басымнан кешкен қудалануларымда һәм Антиохия, Икония, Листра қалаларында шеккен азапларыма шерік болдым. Мен қаншама азапларға шыдам бердім. Иеміз мені һәммесінен құтқарды. Хақиқатында Масих Исаға тиесілі болып, Құдайдың жолы менен жасауды қалеушілердің һәммесі де қудаланады. Бірақ жаман һәм жалатай адамлар алдап һәм алданып, елі де бетер жаман болып бара береді. Ал сен өзің үйренген һәм сенген хақиқатқа садық қал. Өйткені бұны кімлерден үйренгеніңді білесің. Және де сен мұқаддес жазуларды балалығыңнан бері білесің. Бұл жазулар саған Масих Исаға деген сенім арқылы құтқарылу үшін даналық бере алады. Мұқаддес жазулардың һәммесі Құдайдың мұқаддес рухының илхамы менен жазылған болып, тәлім беру, ашкаралау, дүзету һәм хақиқатлық бойынша тәрбиелау үшін пайдалы. Олар тикарында Құдайдың адамы әр бір жақсы іске таяр болу үшін жетілсіп барады. Тимофейге жазылған 2-ші хат, 4-ші бап. Құдайдың алдында һәм тірілер менен өлілерді хүкім ететұғын Масих Исаның алдында оның қайта келуі һәм патшалығы хақы қатаң бұйыраман. Құдайдың сөзін жарияла, заманның қолайлы, ямаса қолайсыз болуына қарамай, бұл қызметті давам ет. Адамларға толық сабырлылық пенен тәлім беріп, ашкарала, жолға сал һәм ақыл насият ет. Себебі адамлар дұрыс талиматты тыңламайтұғын уақытлар келеді. Олар жаман қалеулеріне беріліп, құлақларына жағатұғын сөздерді сөйлейтұғын көп мұғалімдерді әтрапларына жинайды. Олар хақиқатлықты естпеу үшін құлақларын жауып, аңызларға құлақ асатұғын болады. Бірақ сен әр қандай жағдайда сергек бол, қиыншылықларға шыдам бер, қош хабар үшін минет етіп, өз қызметіңді орынла. Өйткені менің қаным төгіліп, құрбан болмақтаман, һәм дүниядан өтетұғын уақытым да жақынласты. Мен ұлы сауашта күрестім, жарысты жұмақладым, һәм сенімімді сақлап қалдым. Енді болса, мен үшін хақиқатлық тажы тайын тұр. Әділ хүкім етуші болған иеміз сол күні ұсы тажды маған, тек қана маған емес, ал оның қайта келуін інтізарлық пенен күткенлердің һәммесіне де береді. Жаныма тезірек келуге бар күшің менен тырыс. Себебі Димас бұл дүнияны сүйгенліктен мені таслап Салоникаға кетті. Ал Криски Галатияға, Титус Далматияға кетті. Жанымда тек Лука ғана бар. Сен Маркты тауып, өзің менен бірге алып кел. Ол менің қызметіме жәрдем береді. Мен Тихикті Ефеске жібердім. Келеріңде менің Троаста Карптың қасында қалдырып кеткен шапанымды алып кел. Және де кітапларымды, әсіресе оралған тері кітапларды алып кел. Темір ұстасы Іскендер маған көп жамалық іследі. Иеміз оған іслегенлеріне қарай қайтарсын. Сен де оннан абайлы бол. Өйткені ол біздердің сөздерімізге қатты қарсы болды. Бірінші мәрте өзімді ақламақшы болып жуап бергенімде, мені ешкім жақламады. Керісінше, һәмме мені таслап кетті. Бұның үшін Құдай оларды кешірсін. Бірақ Құдайдың қош хабары мен арқылы
толық жариялануы үшін һәм бүткіл миллетлер бұны естуі үшін иеміз маған жәрдемге келіп күш қуат берді. Ол мені сол тәрізде өлімнен құтқарып қалды. Иеміз мені әр қандай жаманлықтан құтқарады һәм өзінің аспан патшалығына аман есен апарады. Оған мәңгіге алғыс мақтаулар болсын. Аумин. Прискила менен Акилаға һәм Анисифордың үй ішіне сәлем айт. Ерастус Коринфте қалды. Трофимді ауру халында Милетте қалдырдым. Қыстан бұрын келуге бар күшің менен тырыс. Ебул, Пут, Лин, Клавдия һәм барлық сенуші туысқанлар саған сәлем айтып атыр. Иеміз сенің рухың менен бірге болсын. Құдайдың мейірімі сіздерге яр болғай.